Елордада бетперде тағу режимі сақталады. 10 мамыр күнгі Қазақстан Республикасының бас санитарлық дәрігерінің қаулысына сәйкес жолаушыларға қоғамдық көлікке бетпердесіз кіруге болмайды. Қаулының орындалуын көліктік бақылау департаментінің қызметкерлері қадағалайды. Олар жолаушыларға санитарлық нормаларды сақтау туралы түсіндіру жұмыстарын күнделікті жүргізеді. Больше не будет, я обещаю. Первый последний раз. Да? Можно мне, пожалуйста? Все, спасибо большое. Хорошо, спасибо большое. Жолаушы бетперде тағудан бас тартқан жағдайда автобустан түсу өтініші жасалады. Естеріңізге саламыз, жол жүру ақысы қолма-қол ақшасыз төленеді. Көліктік карта, SMS, QR-код және мобильдік қосымшалар арқылы.